шайдың шәмбесін шашпа. Әжем марқұм көпті көрген көнекөз, даналығы мен көрегенділігі астасқан, тұла бойы тұнған ғибрат өнегелі адам болды. Әкесі үлкен молда болған, Құран аударған білімді адам болған екен. Біз ескіріп, тіліміз шыға бастаған сәттен әр әрекетімізді бісмілләдан бастауды үйретті. Шайдың шәмбесіне мұқият болыңдар, деді. Bir күні аяқ асты қылмай малға құйыңдар. Неге деген қызығушылығы басым сұрақ туындайтыны анық. Сұрадық, жауап берді баппен. Жастау кезімізде көзім көріп, құлағым естіген жайды баяндап берейін қарағым. Амал ету өздеріңнен. Қисаш деген көрші аталарыңды танисыңдар. Сол кісінің әжесі жайлы айтқанын әлі күнге есімнен шығармай, өз ұрпақтарыма да, ағайынға да аманат ретінде айтып келемін. Қисаш әжесінің бауырында болған бала екен. Есейе келе әжесі дүниеден озыпты. Соңғы сапарға құрметпен аттандырып, арулап жерлепті. 3 күндік қадесінен соң алыс ағайын тарап кеткен еді, деді өзі. 7 күндік қадесін ұрпақтары өткіздік. Бата қылушылар тарап, молданы апарып салдық. Электр жарығы жоқ қыр даласындағы қазақтың ерте жататын әдетімен күн батқан соң кешікпей төсегімізге жаттық. Қай уақытта екені есімде жоқ. Түн ішіндегі қарбаластан оянып кеттім. Үйдегілер аңтарылып, білген сүрелерін оқып, мазасыз күйде отыр. Не болғанын сұрадым. Сөйтсем, түн ішінде есіктің қағылған даусынан әкем мен анам оянған екен. 3 мәрте жайлап қағылған соң есікке жақындап, кім екенін сұраса, арғы жағынан берілген жауаптан әкем мен анам талып қала жаздаған. Есеңгіреп барып естерін жиып есікке қайта жақындап, кім екенін қайталап сұрапты. Сөйтсе, арғы жағындағы таныс дауыс өзінің 7 күн бұрын жерленген анасы екенін білдіріп, қорқып кетпей есікті ашып, молданы шақыруын айтқан. Молда келгенше үстіне жамылып, үй сыртында отыра тұрар киімін сұраған. Мен оянғанда әкемнің есікті ашпақшы болып, Аллаға сыйынып, Құран сүрелерін оқып отырған сәті екен. Менің оянғанымды көріп, анам тез киініп, әкеммен бірге молдаға барып келуімді тапсырды. Молда келіп, Құранын оқып, киімін кигізіп, әжені үйге кіргізді. Жанына жолауға қорқып, үрпейісіп отырмыз. Бар сүйенеріміз тоқтаусыз Құран оқып отырған молда. Молда оқып болған соң әжем сөйледі. Қарақтарым, қабірде түнеген 7 күнім 7 жылдай болды. Оның бәрін баяндап беруге еш рұқсат жоқ. Тек шайдың шәмбесін төкпеңдер, деп жылап жіберді. Қабірде азаптың көбін шайдың шәмбесін аяқ асты төккендігімнен тарттым. Сендер 7 күндік қадемді өткізген соң, Алладан пәрмен болып, артымдағы ұрпаққа шайдың шәмбесін төкпеуді насихаттауым аманат етіліп, тура 7 жылдан соң белгілі бір уақытта қайта қайтарылатыным ескертіліп, жер бетіне шығарылдым. Айналайындар, менен басқа ештеңе сұрамаңдар, жанымды қинамаңдар, деп жасын сүртті. Кейін бойымыз үйренді, ағайын құлақтанды, Құдайы ас берілді. Әжем өзі айтқандай, тура 7 жылдан соң белгіленген уақытқа өзі дайындалып, өмірден өтті. Сол 7 жыл ішінде шырылдап шәмбені аяқасты қылмауымызды қадағалап, алыс жақын ағайынның тамыр таныстың құлағына құюмен болды. Анау қырдың астында көрші отырған біздің әжелеріміз де өз аузынан естіп, бізге аманат етті. Әжем өлгенше шәмбені айранға араластырып, малға беріп өтті. Естіген білгенімізді біз де шама шарқымызша бұқараға жеткізуге тырыстық. Амал өздеріңізден. Гүлдана Марат.